Сәлеметсіздер ме көрермен? Қазір біз Димаш баламыздың орындауында «Желдірме» әнін тыңдаймыз. Сөзі мен әні Иса Байзақовтікі. Ал кеттік. Лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. алқаға келді кезің оу жайнайтұғын, бұлбұлдай бақшадағы сайрайтұғын. Өнердің қиясына оу шыққан сайын, болаттай тастан табан таймайтұғын. Жеңілдің желдірмемен оу желді есіп, қарандай аспандағы қалмайтұғын. Көзейін өлеңімді қалмайтұғын. Аққудай жүргін өтедай бір күн сағатта, миллион сомды қойын күлгі. Қалала күлейлай, лилала күлейлай, лилайлай. Қалала күлейлай, лилайлай. Қалала күлейлай, лилала күлейлай, лилайлай. Қалала күлейлай, лилайлай. I feel it trying to turn my heart into stone. Put up resistance to me, so I let you go. Oh, but the love inside just so sad they can't stay far from you. Raise me from the sins and death. I'm fighting to believe you remember me. I'm screaming out. Why can't you hear me? I'm screaming out. Why can't you feel me? I'm screaming inside. I'm screaming inside. I make mistakes and hurt to and all out of ways. And no forgiveness forces you to punish me. Ooh, such a good assumption is your little speech that says every part of me. But the only thing that can sing for me is love. What they want to see. I'm screaming out. Why can't you hear me? I'm screaming out. Why can't you feel me? I'm screaming inside. Don't let it say, go away everything. Oh, I know there's way to face us, baby. I know it's difficult, but can we try once more? I'll get this right this time. I'm screaming out. Why can't you hear me? I'm screaming out. Why can't you feel me? I'm screaming out. Why can't you
бұл клипті көріп отырған уақытта, әнді естіп отырған уақытта сондай бір мақтанышпенен көрдім. Димаштың айтқан зор дауысы, қазақша айтқанда тіпті тамаша орындайды. Жаңағы қазақтың астанасы, қазақ халқының бақытты екенін Димаш бүкіл әлемге таныта білді. Сол үшін Димашқа өте ризашылығымды білдіремін. Бірінші әннен екінші әнге өткен уақытта, ағылшын тілінде өткен уақытта, екеуісі бір-біріне сәйкес, екеуі бір ән сияқты кереметтей дауыспенен, кереметтей зор дауыспен, жоғарғы дауыспен төменгі дауысты алған уақытта енді кереметтей алған. Жаңағы барабанда да ойнайды, Димаш баламыз биді де билейді, әнді де айтады. Алла тағала тек жақсылығын, нұрын шашсын екен деп ойлаймыз. Димаш баламыз биіктен көріне берсе екен деп ойлаймыз. Димаш баламызға тек қана тіл көзден сақтап, қайда жүрсе де аман болса екен деп тілейміз. Лайк басып, каналға жазуларыңызды ұмытпаңыздар. Көрермендерге көп рахмет айтам. Сау болыңыздар, көріскенше аман болыңыздар.